Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызашарға өте дәмді әрі өте оңай салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет осындай ет қажет болады. Кез келген етті қолдансаңыздар болады. Етті ұзынша етіп кесіп турап аламыз. Егер ет қолданбасаңыздар, орнына колбаса қолдануға болады. Етті турап ыдысымызға салып аламыз. Мөлшерін көбейтіп, азайтып жасай бересіздер. Содан соң бізге балғын қияр қажет болады. Қиярды дәл солай ұзынша етіп, осындай пышақпен кессеңіздер де болады. Тым жіңішке немесе тым қалың емес, орташа етіп, ұзынша етіп кесеміз. Барлығын кесіп алдық. Енді бізге жұмыртқа қажет болады, қайнатылған жұмыртқа. Оны да дәл солай ұзынша етіп кесеміз. Біздің салатымыздың барлық ингредиенттері толықтай бір келкі болып туралған кезде сіздердің салаттарыңыз әдемі көрінетін болады. Оны да ыдысымызға салып алдық, және де бізге қызанақ қажет болады. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп кесеміз. Оның сулы жерін алып тастаңыздар. Тек қана қатты бөлігін кесеміз. Егер қызанақтарыңыз қатты болса, алудың қажеті жоқ. Менікі кішкене сулы болғандықтан сулы жерін алып, қатты жерлерін ұзынша етіп кестім. Енді бізге консервідегі жүгері қажет болады. Жүгеріні де өлшеп салдым. Және де бұл салатқа ерекше дәм беретін ол біздің аскөк, яғни укроп, дәл осы салатқа керемет үйлесіп, ерекше дәм беріп тұрады. Укропты ұсақтап турап алып, оны да саламыз, және де дәміне қарай тұз саламыз, және де майонезді салып, салатымызды араластырып ұсына беретін боламыз. Бұл салат өте желімтал, яғни тез желініп кетеді. Әрі жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Дастархандарыңызға ерекше сән беретіні сөзсіз. Міндетті түрде қонақтарға, ауызашарға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.